бір ғалымға келіп, бір жігіт сұрақ қояды, бүйтіп өзінше келіп те, менің сұрақтарыма жауап берші дейді. Қандай сұрақтар? Алла бар болса неге көрінбейді? Андай өзінше жұлқынып тұр да. Алла бар болса неге көрінбейді? Екінші сұрағым, шайтан оттан жаратылған жоқ па? Енді сол отқа барып азапталады деп айтып отырсыңдар. Қалай бол? Өзі оттан өзі отқа азапталады деген. Және де үшінші сұрағым, тағдыр деген не дейді? Айтып берші ал дейді. Сол кезде мана ғалым сондай бір өзінше болып, сынамақшы болып тұрған адамның бетінен шапалақпен ақырын ұрып жібереді. Сол кезде анау кісі сұрайды ғой, сіз мен бетінен неге ұрдыңыз дейді. Мен сізге сұрақ қойдым, бетінен ұрып атқаныңыз не деп бетін ұстап тұрады. Сол кезде айтады, мен сенің бетіңнен ұрған себебім дейді. Мен сенің 3 сұрағыңа жауап бердім дейді. Қалай? Субханалла. Ғалымдардың хикметі осы ғой. Алла тағала ғалымдардың ауыздарына неше түрлі сөздерді сақ қояды. Сол себепті олар ғалымдар. Мен сен бетіңнен ұрдым, ауырды ма бетің дейді. Бетім ауырып қалды дейді. Сол ауырғанды көрсетші маған дейді. Қалай сонда? Кәдімгідей ауырады ғой, сол ауырғанды көрсетші. Мысалға тамақты жейсің ғой, тамақтың дәмі болады ғой, дәмін көрсетші маған. Тамақтың дәмін көрсете аласыз ба? Көрсете алмайсыз ғой. Кейбір нәрселер болады, сіз оларды көрсете алмайсыз ешқашан. Құрғақтықты көрсетші маған. Ылғалдықты көрсетші. Ауыруды көрсетші, ауырды ғой. Жоқ, көрсете алмаймын. Онда сен қалайша ұлық болған, бүкіл әлемдерді жаратушы болған Раббыңды қалай маған көрсетші деп отырсың сен? Екінші сұрақ. Менің қолым теріден жасалған дейді. Қарашы, менің қолым теріден дейді. Сенің де бетің теріден дейді. Жаңа мына тері келіп, мына теріге тиді ғой дейді. Ауырды ма дейді. Ауырды дейді. Шайтан да солай. Оттан жаратылған ба, ертең отқа түседі, дәл солай оған да ауырады. Ол да азапталады дейді. Ал үшіншісі сен жаңа тағдыр деген не дедің ғой, дейді. Мен сен бетінен ұрып жіберетінді білдің бе дейді. Жоқ, білген жоқ. Тағдыр деген осы. Алдағы уақытта не болатынын білмейсің дейді. Субханалла, қараңызшы, бір рет бүкіл сұрағына жауап берді. Бұндай оқиғалар көп негізінде ше, бұндай.